Баршаңызға сәлем, бүгін сіздерге етті бәліш рецебін ұсынамын. Бізге керекті ингредиенттерді видеода және төменде жазып өтемін. Алдымен ыдысымызға жұмыртқа, қаймақ, тұз, ерітілген сары май қосып жақсылап араластырамыз. Енді илектен өткізілген ұн үстіне қопсытқыш қосып жұмсақ қамыр илеп аламыз. Қамырды 30 минутқа тоңазытқышқа салып қоямыз. Салмасын дайындаймыз. Ол үшін пиязды кубиктеп турап аламыз. Енді картопты кубиктеп турап аламыз. Фарш үстіне туралған картоп пен пиязды саламыз. Тұз, бұрышын қосып жақсылап араластырып аламыз. Енді қамырымызды теңде 2 бөлікке бөліп аламыз. Өзіңізге ыңғайлы формада дөңгелек немесе 4 бұрыш қылып жайып аламыз. Жайған қамырымызды пергамент қағазына орналастырамыз. Үстінен салмасын салып жайып шығамыз. Қамырдың екінші бөлігімен бетін жабамыз. Шетін ішке қайырып басып шығамыз. Ортасын тесіп аламыз. Жұмыртқаның сарысына сүт қосып араластырып бетіне жағамыз. Әсемдік үшін бетіне кунжут сеуіп шығамыз. 180 градус қызып тұрған духовкада шамамен 40-45 минуттай пісіріп аламыз. Етті бәлішіміз дайын, турап жеуге ұсынамыз. Видеоны аса лайк басып, каналыма тіркеліп қойыңыз. Сіздерге ас болсын.